основана на реальных событиях. Ближайший поселок могло бы повредить. Ну, не знаю, честно говоря, не представляю. Это очень сложно это представить. Да, честно говоря, мы за эти сутки пережили столько, что даже не хочется вспоминать об этом. Предотвратить катастрофу. Этот случай произошел летом 2017 года в городе Шымкент, крупнейшем промышленном и торговом центре страны с населением около 2 миллионов человек. Бізде қазір енді стратегиялық объектілер деген сіз жаңа дұрыс орынды сұрақ қойып жатсыз. Бізде жалпы Шымкент қаласы бойынша қазір үлкен заводтар бар, үлкен өндіріс орындары бар. Оның біреуін айтатын болсақ, мұнай өнімдері заводы. Здесь же находится один из 3 нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Находясь в самой густонаселенной части страны, это предприятие вырабатывает около 1/3 производимых в Казахстане нефтепродуктов. Готовое топливо с завода поступает в резервуары, откуда бензин увозят во все регионы. Полностью обеспечиваем всю область нефтепродуктами. В основном с нашей нефтебазы все уходит по всей области. Так, ну, сейчас я не знаю, сейчас экспорта, по-моему, нету еще. Алматинская область, Жамбульская область. Нет, тоже у нас берут. Поэтому объем расходится. На одной из нефтебаз компании «Шымкент Мұнай өнімдері» на тот момент находилось 8 вертикальных резервуаров. В каждом из них хранится до 3 миллионов литров бензина. Я начинал работу с ташкентской нефтебазы. Она не нефтебаза тогда была, а головная насосно-перекачивающая станция, еще при Советском Союзе. Подчинялась госнефтепродуктам. Поэтому с тех времен, с 1987 года, здесь таких крупных пожаров практически вообще не было. Даже мелких не было, честно говоря. В пятницу, 23 июня 2017 года, МВД и все региональные департаменты полиции готовились отмечать профессиональный праздник. Помню, как сегодня, 22 числа, я заступил на дежурные сутки оперативным дежурным по гарнизону бывшей тогда Южно-Казахстанской области. 23 маусым күні 2017 жылы азанда біз сол күні бізде енді полиция күні болатын тұғын. Полиция күніне азанда жұмысқа сол полиция күніне орай біз парадный формада солардың жаңа үлкен бір іс-шарасына асығып ашылуына мерекесіне жаңа гүл шоғын қою деген сияқты сондай бір мерекеге баратқан тұғым өзім барлығымыз соны қатысуымыз қажет еді. В 7 часов 53 минуты на пульт 101 поступил тревожный сигнал. На том конце провода сообщили, что на нефтебазе горит один из резервуаров с горючим. 23 маусым күні таңғы сағат 7-те банағы бізде оны подъем болғаннан кейін бана өзіміздің күнтізбемізбен бірге жұмыс істеп жатқанымызда диспетчер бөлмесінен дабл сигнал ойнады. Ол жерде біздің диспетчер қыз банағы диспетчер қызметкеріміз біздің банағы өрт туралы оқиғаны бәрі мән жайын адресін банағы бәрін жазып алып, мекен жайын бәрін жазып алып, бізде дабл сигналын қосып өртке шығарып салды. Байтерек, мен досты тыңдап тұрмын. Шартты түрде өрт туралы хабарлама келіп түсті. Шымкент қаласы Жұлдыз тұрғын үй алабы Юрий Гагарин көшесі 27. Акционерлік қоғам Шымкент мұнай өнімдері базасында өрт шықты дейді. Уақыт 7:52 шақыртумен жөніп қойсын. Түсінікті, Байтерек. Елді мекені Юрий Гагарин көшесінде 27.
Ол 7:53 23 маусым күні 0 сағат 7 минут 53 минутта болды. Біз бағанағы диспетчер радиотелефонист қызметкеріміз қолымызға өрт сөндіру жоспарымен жолдаманы беріп 07 сағат 55 минутта бағанағы айтылған мекен-жайға шықтық. На вызов была направлена бригада ближайшей службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Уже светло было, так дым видел. Я здесь недалеко живу. Только из дома выехал, сразу увидел. Но мне сообщили, что я уже примерно знал, где этот резервуар, где что. Да, когда уже сюда приехал, здесь уже воочию, уже когда подошел к резервуару, обстановку посмотрели, с чего, как начинать. Это пожарные еще не приехали? Уже я пожарные ворота открывал вместе с ребятами. Алыстан қою қара түтін көрудем деп айттым. Және де 08 сағат 06 минутта айтылған мекен-жайға келіп жеттім. Мекен-жайға келіп жете салысымен банаға толық барлауды болғаннан кейін жоғарғы шақыру 3-ші рангты жарияладым. Получив подтверждение от прибывшего на месте начальника караула пожарной части 2Б, пожару была присвоена высшая категория. За 3 минуты с момента поступления вызова все службы жизнеобеспечения были оповещены и направлены к месту вызова. Внимание всем городским подразделениям, я Байтерек. Отправляем по вызову номер 3, микрорайон Жұлдыз, мұнай өнімдері. Как меня поняли? Бәйтерек Машат түсінде 3-ші шақырылым бойынша Жұлдыз шағын ауданы туы мұнай өнімдерінде автокөліктер жіберілді. Қатысыңыз. Барлық техникаларын бәрін көтердік. Сол іс-шараға барып тұрып, кері бұрылып, өзіміздің жаңағыдай төтенше жағдай құтқару саласына сәйкес киімімізді ауыстырып, соның басына өзім тікелей басшылық жасауға шығып кеттім. Барғаннан замат бірден өртті сөндіруге кірістік. Үлкен база Шымкент мұнай өнімдері. Ол енді базаның ерекшелігі бұл бұрыннан союз болып тұрған кезде, сол кезден бастап соғылған үлкен база Шымкент мұнай өнімдері заводының қасында орналасқан. К тому времени на месте уже разворачивали технику подразделения негосударственных пожарных служб, охраняющих территорию нефтебазы. Но уже с первых секунд стало понятно, что борьба с огнем будет непростой. На тот момент я находился на выезде по городу, услышав эту информацию, незамедлительно направился со своим личным составом к месту вызова. По прибытию в 8 часов 17 минут обнаружил, что происходит открытое горение резервуара трехтысячника, то есть 3 миллиона литров бензина высокооктанового марки 92. Есть угроза распространения на рядом стоящие резервуары. Как выяснится позже, причиной возникновения пожара стал взрыв паровоздушной смеси в газовом пространстве самого резервуара. Это произошло,
когда оператор делал утренний замер. Мужчина скончался на месте. Честно говоря, я долго об этом думаю и никак не могу прийти к этому. Что там могло произойти, честно говоря, не знаю. Это человеческий фактор, честно говоря. Потому что у нас, в принципе, ничто там не могло. Электричества полностью на резервуаре никакого нету. Никакой подводки электрической. Все там механическом. Поэтому чисто человеческий фактор. Оператор, ну это только он знает, что он сделал. Он, к сожалению, погиб. В горящем резервуаре номер 6 находилось 2 миллиона литров бензина марки АИ-92. Сама емкость могла взорваться в любой момент. И тогда огонь мог перекинуться на соседние резервуары. А это почти 25 миллионов литров бензина. Пожар был очень тяжелый. Могу даже сказать, что, получив данный вызов, я уже мог представлять масштабы. Беря даже историю с момента существования независимости нашей республики, на территории Казахстана не было еще таких пожаров. И дай Всевышнему, чтобы таких пожаров у нас на территории никогда не было. Нефтебаза площадью более 9 гектаров расположена всего в 400 метрах от жилого массива Жолдос Еңбекшинского района города Шымкент. А в 1200 метрах расположен нефтеперерабатывающий завод. Нетрудно представить себе возможные последствия. Пожарным предстояло во что бы то ни стало предотвратить катастрофу. Өрт болып жатқан кезде жағы мына ауа райының қолайсыз ауа райының себебінен әртүрлі жағдай болды өрді. Желдің бағытының ауысуы, сол желдің бағытымен бірге отты жағы оттың ұшы мынау көрші резервуарларға өтіп кету қаупі туды. Сондықтан барлық уақытта әрдайым соларды қадағалау бірінші кезекте тұрды. Сондықтан жағы қалған жандағы резервуарларда да жағы бензин тола болатын тұғын. Соны өткізбеу мақсатында бірінші қорғап тұру бойынша жұмыс атқардық. Был момент страха, который мы все перебороли. Был момент вскипания жидкости. В этот момент нам пришлось по команде руководителя тушения пожара немного отступать назад. Вскипание жидкости – момент, когда в самом резервуаре жидкость, которая верхняя часть горит, температура, прослойка начинает в нижнюю сторону поступать, она начинает прогреваться, и при этом происходит выброс. Выброс может быть выталкивающим со взрывом. Если она полная, то она просто вскипает, и получается вскипает как молоко, которое мы обычно в своей жизни видим. Вот был момент того, что она выливается прямо через стенки. Өрт болып жатқан кезде жағы жауынгерлік учаскедегі және барлық жеке құрамға техника қауіпсіздігін сақтау туралы нұсқаулықтар беріп отырдық. Және өшіріп жатқан жауынгерлерге олар оттың ішінде қап кетпеу үшін жағы техника қауіпсіздігінен қызметкер сайланып барлық уақытта бақылауда ұстап отырды. Кезекші бригада құрамында дәрігер, фельдшер және жүргізушісімен бірге бір дана техникамен өрт болған жерге шығып кеткен. Артынан екінші бригаданы шақыртып, ол жерде де құрамында дәрігер, фельдшер, бір жүргізуші, екінші техникамен және психолог кеңесшімен барлық уақытта, өйткені біз осындай табиғи және техногенді төтенше жағдайлар кезінде біз тек қана халыққа ғана емес, зардап шегуші, сонымен бірге осы өрт сөндіруші және авария-құтқару қызметінің қызметкерлеріне де жедел медициналық көмек көрсетуге дайын болып тұруымыз керек. Шел 4-й час тушения пожара, но борьба с огнем становилась все жестче. В 12 часов 3 минуты была произведена очередная пенная атака, которая длилась 15 минут.
Но это не дало результата, так как высокая температура и порывистый ветер разрушали пену. Қатты температура жанына жолау мүмкін емес. Алыстан келіп, жаңада үлкен басшылар келіп, осыны 300-400 метр тұрып, бет қаратпайды, беттерін былай бұрып тұрса, біздің өрт сөндірушілер түбінде тұрып, қазір өрт сөндіру авариялық-құтқару мекемесінің бастығының орынбасары Арслан Қуаныш деген жігіт, сол әрбір қызметкерді 1 сағат, 1,5 сағат сайын ауыстырса, өзі 24 сағат ауысқан жоқ жерде. Маған қатты әсер еткені сол жердегі құтқарушы, өрт сөндіруші құтқарушылардың еңбегі. Ол жерде жай қарап тұру мүмкін емес. Сол жерде енді өрт сөндірушілердің еңбегі өте жоғары болды ол жерде. Ондай өрт болған жағдайда, ондай газбен уланған, түтінмен уланған жағдайда, иісті газбен, сол жерде бізде барлық алғашқы медициналық көмек көрсету барлық жағдайларымыз бар. Машинада, техникамызда, реанимобильде оттегімен демалдырып, қажет жағдайда дәрі-дәрмектер қолдануға барлық мүмкіндіктер болды. Охлаждение резервуаров проводилось непрерывно, воды становилось все меньше и меньше. Необходимо было обеспечить дополнительные запасы. На месте пожара создается и начинает работу оперативный штаб пожаротушения, в состав которого вошли 8 человек. Задачей штаба являлась выработка правильной стратегии борьбы с огнем, не допустить нового возгорания и человеческих жертв. В вечернее время, уже ориентировочно где-то к 18:00, руководитель тушения пожара, полковник Дербисов, уже полностью оценив обстановку дальнейшую, собрав всех начальников участков тушения пожара, меня, там мы уже полностью обсуждали момент. Наш руководитель хотел узнать мнение каждого, опыт работы каждого, сделать выводы. Будем ли мы дополнительно привлекать дополнительно силы и средства с других областей, с других гарнизонов или нет. Заручившись поддержкой каждого сотрудника, офицера, который имеет за плечами большой опыт работы, руководителем было принято решение. Дополнительно мы вызывать никого не будем, будем дальше работать сами. Были затребованы дополнительные силы и средства, такие как пожарные поезда, 2 пожарных поезда. И кроме этого, еще с акимата были привлечены для подвоза воды автоцистерны, водовозы и другая инженерная техника. К этому времени на место прибыл пожарный поезд с 2 цистернами, в каждом из которых находилось по 100 тонн воды. Бұның енді қатты жанып жатқан соншалықты қасына жолауға мүмкіндік болған жоқ. Бүткіл біздегі өрт сөндіру пойыздары бар. Шымкент қаласында орналасқан және мынау Арыста темір жол станциясында орналасқан өрт сөндіру пойыздарын алдырдық. Өрт сөндіру пойыздарын сумен қамтамасыз етіп отырды. Шымкент қаласындағы бүткіл коммуналдық мекемелерге қарайтын қаланың көгалдандыруға арналған су қаратын барлық техникалар барлық жұмылдырылды. Әкімшілік өте үлкен қолдау көрсетті. Барлық техникалардың бәрі сол жерде. Біздің бүткіл гарнизонды көтердік десек артық айтпаймын. Барлығымыз сол жерде суды тоқтаусыз беруге тура келді. Сұрақ қойып жатыр. Бұл егер басқа резервуарға өтіп кетсе қалай болады? Біз енді қаланың жартысын эвакуация жасауымыз керек болады. Оны тоқтату мүмкін емес. Екінші, мен өзім осыны өз күшіммен сөндірем деген шешім қабылдап, Астанаға комитет төрағасына мен айтқан болатын. Өшпей қалып, сол шешім дұрыс істедім ба, істемедім ба деген тағы да күдік туындады. Мен осыны дұрыс шешім қабылдадым ба? Өйткені әрбір менің шешімім ол жауапты.
В общей сложности к месту пожара было привлечено 36 единиц техники, 2 пожарных поезда и 360 человек личного состава государственной и негосударственных противопожарных служб, а также полицейские, скорая помощь и энергетики. С той стороны подъезжает. Только спустя 23 часа огнеборцам удалось ликвидировать пожар. У всех был момент того, чтобы справиться с этим пожаром, чтобы не допустить распространения, последствия которых можно даже тяжело представить. Это необходимо надо было позже эвакуировать практически полгорода. Не говоря по удару экономики нашей страны, так как наш нефтеперерабатывающий завод, рядом находящийся с горением объекта, он является одним из 3 самых гигантов, который обеспечивает экономику нашей страны. Поэтому каждый внес непосильный свой вклад, труд именно в тушении данного пожара. Жауапкершіліктер менің мойнымда болған екен, менде үлкен бір қорқыныш та болды, жауапкершілік те болды. Өшірем деген, сол жерде жеке құрамның бірінші мақсат жеке құрамның ешқайсысын қайғылы жағдайға ұшырамаса екен деген сияқты ойым. Бірақ өте бір керемет, жақсы бір жағдаймен, абыроймен ешқандай шығынсыз өшіріп болдық. Оның өзі үлкен көмек. 9 резервуардың 8-ін соның жанар-жағармайсыз алып қалудың өзі мен ойлаймын. Последствия развития пожара на рядом стоящие объекты могли привести к крупной экологической и техногенной катастрофе на территории Южно-Казахстанской области. Бір резервуарға өтіп кеткенде біз мүмкіндік болмайтын еді. Ол кезде біз жеке үйлердің бәрін эвакуация жасауымызға тура келеді. Ары қарай біз тоқтата алмаймыз. Өйткені оның тоқтату бүткіл республикадан біз көмекке шақыруымыз мүмкін, бірақ ол 1 аптаға созылуы мүмкін. 1-2 күнде сөне салатын нәрсе емес. Енді қорықпадым деп айту өтірік болады, енді қорық барлық адам о жерде. О жерде қорықпау мүмкін емес, ана жерде жанып жатқан жерде. Қорықпадым деп айту енді барлық адамда қорқыныш сезім болады. Ана өртті көзбен көрген кезде өте үлкен ауқым, жақындау мүмкін емес. Ауа райының өз ыстығы бар, ана оттың ыстығы бар. Хочу отметить героизм наших пожарных. Это неописуемо. Молодцы, все герои были в этом отношении. Никто назад ни шагу не отступил. И вот за счет этого, наверное, нам удалось локализовать. Ну, с большими, конечно, трудностями, но ближайший поселок могло бы повредить. Ну, не знаю, честно говоря, не представляю. Это очень-очень сложно это представить. Да, честно говоря, мы за эти сутки пережили столько, что как бы даже не хочется вспоминать об этом. Ну, повезло, видно нам. Бог помог. Оценить масштабы пожара, принять решение о привлечении дополнительных сил и средств, создать боевые участки, слаженно и самоотверженно выполнять действия. Все это привело к успешной ликвидации пожара. Сол түнге таман жинап болған екен, түнгі 4-5-ке таман біз барлық көбікті жинап алып, бірден жан-жақтан шашып, өртті сөндірдік таңға жоқ. Бірақ енді оны қазір айтқанға оңай ғой. Бірақ сол кездегі жағдай енді шындығын айтқан кезде өте ауыр, өте бір қиын. 24 сағат бір жерде өртті сен бір жерге табылжымай, сол жерде өрт сөндіресің деп айтса, сенбеуі мүмкін. Ал енді 24 сағаттың қалай өтіп кеткенін арпалысып, жаңағыдай жеке құрамның сондай бір, мен шындығын айтқан кезде менің осы қызмет істеу барысындағы бірінші үлкен өрт. Сол кездегі өртте болған барлық жеке құрам мынау өрттің қандай қаупі бар екенін білді, түсінді. Сондықтан
өздерімен санаспастан, жаздың ыстығына қарамастан, оттың жоғары температурадағы жалынына қарамастан, бәрі бір кісідей сол өртті сөндіруге жұмылып жұмыс атқарды. Олардың мен айтайын деген барлығы ерлік көрсетті. Олар егер өзіне тапсырылған участокты өрт сөндіру кезінде тастап кететін болғанда, ол ары қарай уже өрттің басқа резервуарларға өтіп кетуі де мүмкін еді. Сондықтан олар үнемі бері өздеріне қойылған тапсырманы орындап, ешқандай артқа жылжымай, қаймықпастан өз міндеттерін адал атқарды деп есептеймін. Больше всего я беспокоился за свой личный состав, потому что, как бы сказать, идя на работу, мы всегда думаем о семье. И возглавив такое количество людей, которые, так будем говорить, отважно себя ведут у очага пожара, несешь персональную ответственность за каждого, чтобы каждый вернулся к себе домой. Я считаю, что все действия, которые были выполнены как руководителя тушения пожара, нашего руководства, как личного состава, которые непосредственно работали у очага пожара, все было выполнено правильно. И в результате вот практически за сутки мы побороли огонь. За проявленное мужество и отвагу, а также за профессионализм сотрудники были награждены орденами и медалями. Орденом Айбын награжден руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нурболат Дербисов. Бірінші сезім банағы қиыншылықтардан кейін банағы алға қойған банағы алдымызда көріп жатқан банағы 23 сағат бойы көріп жатқанымызда банағы резервуар банағыдай жарылыс қаупі болатын болса, ол жерде банағы адамдардың, банағы сол жерде қызметкерлердің өмірін жалмап кететін болғандықтан, біз банағы өшуіне байланысты бірінші қуанатыным өзіміздің туған туысқандарымызға қайтып оралатыныма көзім жетті. Сол жерде қуандым. Бұл біздің қызметке келген қызметкерлер қызметке тұрар алдында ант қабылдайды. Сол анттың ішінде олар өз міндеттерін адал атқару туралы, енді ол бұл жұмысқа келіп жатқаннан кейін бұл жұмыстың қиындығын, сол кейін қауіптілігін біледі ғой. Сондықтан барлық қызметкер адал атқаруға тырысады. Әркімнің өзінің бір жұмысы ғой. Осы жұмысқа осы салаға келгеннен бастап, қандай мақсатта жұмыс жасап жатқанымды, не үшін істеп жатқанымды түсіндім. Сол мақсатта жұмыс жасауға, сол бағытта осы мемлекетке және халқыма пайда келтіру үшін күнделікті қызығушылықпен, ұмтылыспен жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Я очень горжусь тем, что рядом со мной служат и работают люди, которые в тот момент участвовали в тушении пожара рядом со мной.